Баршаларыңызға сәлем достар. Еті деген жұмсақ болып шығатын, ауызда еритін, кез келген қонақ келгенде ұялмай жасайтын тағамның бірі болып келеді. Міндетті түрде жасап көріңіздер, және де видеоны соңына дейін толықтай қараңыздар. Бізге қажет сиырдың еті немесе жас малдың, қойдың еті пайдалансаңыздар да болады. Мен бұл жерде қойдың етін пайдаландым. Етімізді алып, орташа көлемде барлығын турап аласыздар. Шегі болса, шегінде қолданасыздар. Етімізді турап алған соң ыдысымызға саламыз. Ешқандай сұйықмай құймаймыз. Осылай ыдысымызға салып, бетіне жуамызды қойып шығамыз. Жуамызды жақсылап қойып шығып, кейін осының үстіне маргаринді саламыз. Одан кейін маргаринді салған соң бір кеседей толтырмай салқын суымызды құйып шығамыз. Одан кейін оттың астын басып, кем дегенде 2-2,5 сағат өзінің буында, өзінің соғы бөлініп, әдемі жұмсақ болып шығады. Ешқандай май, су артық құймайсыздар. 2-2,5 сағатқа оттың астын басып қоясыздар. Осылай өзінің соғы бөлініп, езіліп пісіп шығатын болады. Одан кейін картоптарымызды алып, жуып, құрғатып, қызып тұрған майға екі жағын әдемілеп аунатып қуырып аламыз. Міне біздің етіміз 2,5 сағаттай тұрды. Егер де сиырдың етін пайдалансаңыздар, 3-3,5 сағатқа баяу отта пісіратын боласыздар. Картоптарымызды жақсылап қызартып қуырып алған соң, бөлек ыдысқа салып, бетіне тұз сеуіп, одан кейін паприка немесе кез келген өздеріңіз ұнайтын приправаларды қосып, етіміздің үстіне салып, 15-20 минутқа толықтай картопымыз пісқанша пісіріп аламыз. Жасап көріңіздер, ас болсын.